Ата-ана алдындағы перзенттің 40 парызы. Ислам дінінің түсінігінде отбасы перзент бойында сүйіспеншілік пен мейірімділік қалыптастыратын қасиетті шаңырақ. Сол себепті шариғатта отбасының екі тірегі, әке мен шешеге айрықша мән-маңыз беріліп, Алла тағаланың Құран кәрімде ата-анаға жақсылық жасауды бұйырғаны үнемі еске алынып, көптеген ізгі іс, ақыл-кеңес ата-ананы аялауға арналады. Хазіреті имам Нәсафи былай деген: ата-ананың баласында 80-ге жуық ақысы бар. Олардың 40-ы тірі кезінде, ал 40-ы қайтыс болғаннан кейін орындалады. Тірі кезінде 10 ақысы дене мүшемен, 10-ы тілімен, 10-ы жүрекпен, қалған 10-ы ақшалай өтеледі. Дене мүшемен атқарылатын 10 ақысы оларға қызмет етіп, разылығын алу. Хадис шәрифтерде былай делінеді: ата-анасына қызмет еткен адамның өмірі ұзақ және берекелі болады. Дінге сай қызметтерімен ата-анасын қуантқан адам Алла тағаланы қуантқан болады. Ал олардың ашуландырған адам Алла тағаланы ашуландырған болады. Хазіреті Хасан Басри Қағбаны тауаф етіп жүріп, жүк арқылы бір кісіні көріп: «Не үшін жүгіңмен тауаф етіп жүрсің?» дейді. «Арқамдағы жүк емес, менің әкем. Оны Шамнан 7 мәрте арқалап әкеліп тауаф етіп жүрмін. Себебі маған дінімді, иманымды үйретті. Мен исламның көркем мінезімен тәрбиеледі», деп жауап береді. Сонда Хазіреті Хасан Басри: «Әкеңді қияметке дейін осылай арқалап өтсең де, бір рет ренжітетін болсаң, бұл жақсылықтарының бәрі босқа кетеді. Егер бір рет қуантатын болсаң, осыншама қызметтердің сауабына қауышасың», дейді. Ата-анаға лайықты түрде құрмет көрсете білу керек, оларға қызметте кемшілікке жол бермеу керек. Хазіреті Ибни Аббас: ата-ананың алдында кінәлі, әлсіз, кедей бір құлдың қатал, дөрекі қожайынына деген құрметіндей бол, деген. Анаға құрмет және қызмет әкеден бұрын келеді. Хадис шәрифтерде былай делінеді: анаға жасалған жақсылықтың сауабы 2 есеге көп болады. Бірінші анаңа, екінші әкеңе, кейін әпке қарындасыңа, аға-ініңе, кейін ретімен қалған туыстарыңа жақсылық жаса. «Ла Расулалла, менің анам мүшрик, оған жақсылық жасауым жайыз ба?» деп сұраған адамға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Иә, анаңа жақсылық жаса және оны құрметте», деді. Үнемі жақсылық жасау керек. Ата-анаға сый құрмет көрсету және жақсылық жасау парыз. Хадис шәрифтерде былай делінеді: ата-анасына жақсылық жасаған бала пайғамбарлармен бірге жәннатқа кіреді. Ата-анасына жақсылық жасаған адамның өмір жасы ұзақ және ризығы берекелі болады. Ең құнды амал уақытында оқылған намаздан кейін ата-анаға жақсылық жасау. Оларға қарсы шықпау. Хадис шәрифтерде былай делінеді: ата-анаға қарсы шығу үлкен күнә. Ата-анасына қарсы шыққан бала жәннатқа кірмейді. Ата-анасына қарсы шыққан баланың өмірі берекесіз және қысқа болады. Ата-анасы залым да болса, олардың айтқандарына қарсы шығуға, оларға дауыс көтеруге, дөрекі сөйлеуге болмайды. Ата-анам өте мейірімсіз, оларға қалай мойынсынамын деген адамға Расулаллах саллаллаху алейхи былай деген: анаң сені 9 ай құрсағында көтерді, 2 жыл емізді, сен үлкейгенге дейін қойнында жетілдірді, қамқор болды. Әкең де сені өсіру үшін көптеген қиыншылықтарға төзді. Сенің қажеттіліктеріңді қамтамасыз етті, саған дініңді, иманыңды үйретті. Сені ислам тәрбиесімен өсірді. Енді қалайша олар мейірімсіз болады? Бұдан асқан мейірім бола ма? «Уа Расулалла саллаллаху алейхи уассалам, қартайған адамды өз қолымен тамақтандырамын, дәретін алғызып арқалап жүремін. Осы амалымен ақысын өтеген боламын ба?» деп сұраған адамға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: «Жоқ, ақысының 100-ден бірін де орындаған болмайсың. Ол саған аяққа тұрып кетуіңді күтіп қызмет еткен еді, ал сен оған өлімін күтіп қызмет етудесің. Бірақ Алла тағала бұл аз ғана жақсылығың үшін көп сауап ихсан етеді». Ата-ана жаман да болса, олармен жақсы мәміледе болу керек. Олармен арнаны үзу үлкен күнә болып табылады. Ең болмағанда сәлем айтып, хат жазып, телефон шалып бұл күнәдан құтылу керек. Құран кәрімде 3 нәрсемен бірге айтылған. Біріншісі орындалмаса, екіншісі қабыл болмайды. Пайғамбарымызға мойынсұнба, Алла тағалаға мойынсұнылған болмайды. Ата-анаға шүкір етілмейінше, Алла тағалаға шүкір етілген болмайды. Малдың зекеті берілмесе, намаздары қабыл болмайды.
Оларға мойынсыну, қарсы шықпау, күнә болмаған әмірлерін орындау. Мұса Алла тағаладан 9 рет насихат сұрағанда барлығында да ата-анаңа мойынсын деп бұйырылды. Хадис шәрифтерде де былай делінген: ата-анаға мойынсыну Аллаға мойынсыну болады. Оларға қарсы шығу Алла тағалаға қарсы шығу болады. Әкесіне қарсы шыққан адам бала-шағасының қызығын көре алмайды, мұратына жете алмайды, отбасымен жақсы қарым-қатынаста бола алмайды, үйінің дәм-тұзы, қызығы болмайды. Оларға қатал жүзбен, қабақ шытып қарамау керек. Жылы жүзбен, мейіріммен, сүйіспеншілікпен қарау керек. Ата-анасына мейіріммен, сүйіспеншілікпен бір рет қараған адам қабыл болған бір қажылықтың сауабына қауышады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ата-анасының жүзіне мейіріммен қараған адамға қажылық және умраның сауабы жазылады деген. Күніне 1000 рет қараса да солай ма деп сұрағандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күніне 100 000 рет қараса да деп жауап берген. Тағы бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ата-ананың жүзіне мейіріммен қарау ғибадат деп білдірген. Оларды ренжітпеу, өкпелетпеу, разылықтарын алу керек. Хадис шәрифтерде былай делінеді: Раббыңның разылығы ата-анаңның разылығында, ашуы да ата-ананың ашуында. Ата-анасының разылығын алған мұсылман не істесе де тозаққа кірмейді, ал ренжіткен адам жәннатқа кірмейді. Ата-ананы ренжіту, оларды жәбірлеу үлкен күнә болып табылады. Ата-ананың жалпы ешкімнің де күнә болған өмірлерін орындау жайыз емес. Ата-ананың ұсынған асында харам араласқан болу күмәні болса, және бұл тамақтан жеу үшін баласын мәжбүрлесе, баланың ол тамақты жеуі керек болады. Себебі күмәнді нәрселерден қашу уәраға жатады, ал ата-ананың разылығын алу уәжіп болып табылады. Бірақ дінге қайшы болған әмірлерді орындамайды. Мәселен, арақ іш, намаз оқыма, әйтпесе біз ренжиміз десе, мұндай харам болған айтқандарды істелмейді. Өйткені Алла тағалаға қарсы шыққан істе құлға бағындылмайды деген әмір бар. Хақ тағала Анкабут сүресінің 8 аятында адам баласына әке-шешесіне жақсылық қылуды нұсқадық. Егер екеуі саған білмеген нәрсеңді маған ортақ қосуыңа тырысса, онда ол екеуіне бағынба. Қайтар жерің мен жақ. Сол уақытта сендерге не істегендеріңді түсіндіремін деп бұйырған. Олардың рұқсатынсыз сапарға шықпау, қажылыққа барарда мұқтаж болмаған ата-анадан рұқсат сұрау сүннет. Жихад үшін рұқсат сұраған адамның ата-анасының тірі екенін естігенде пайғамбарымыз осында қал, оларға қызмет ет, оларға қызмет етуің жихад болып саналады деп бұйырды. Жихадқа бару үшін рұқсат сұрап келген басқа да бір адамға былай дейді: анаңның қасынан айырылма, жәннат оның аяғының астында деді. Ата-ананың үйіне қонаққа бармау, олармен араны үзу үлкен күнә. Хал жағдайларын сұрап барып тұру керек. Бара алмаған жағдайда ең болмаса хат жазып, сәлем жолдап бұл күнәдан құтылу керек. Ата-анаға лайықты түрде сый-құрмет көрсету. Хадис шәрифтерде үлкенге құрмет көрсетпейтіндер бізден емес делінген. Ата-анаға құрмет бақытсыз адамды бақытты қылады, өмір жасын ұзартады және оны жаман өлімнен сақтайды. Оларды көргенде дереу түрегеліп қастарына бару керек. Олар отырғанша түрегеп тұру керек. Олардың рұқсатынсыз отырмау керек. Отырған кезде де әдептілік сақтау керек. Олардың алдында аяқты айқастырып немесе созып отыруға болмайды. Болса да маған еш нәрсе демейді деп мұндай әдептіліктердің назардан тыс қалдырмау керек. Көшеде жүргенде арттарынан жүру, ешқандай себепсіз алдарына түсіп жүрмеу керек. Шақырған кезде дереу қастарына барып тыңдап тұрмын деп айту керек. Хақ тағала былай деген: ей Мұса, менің дәргейімде өте ауыр және өте үлкен бір күнә бар. Ол ата-ана шақырған кезде әміріне бағынбау. Тілмен жасалатын он ақысы, жылы сөйлеу, қарапайым болу, уф деп айтпау. Хақ тағала Ахқаф сүресінің 15 аятында былай деп бұйырған: адам баласына әке-шешесіне жақсылық істеуді нұсқадық, өйткені шешесі оны зорға көтеріп әрең босанады. Сондай-ақ оған жүкті болу, сүттен айыру 30 ай. Ақыр ол ер жетіп 40 жасқа ұласқан кезде: Раббым, өзіме әке-шешеме берген нығметтеріңе шүкірлік етудемін және өзің разы болатын түзу амал істеуіңді маған нәсіп ете көр.
мен ұрпақтарымды да түзелт. Шын мәнінде мен тәубе қылдым, әрине мен бой ұсынушылардамын, деді. Раббың тек өзіне ғана ғибадат етулеріңді және әке-шешелеріне жақсылық етулеріңді әмір етті. Егер олардың бірі немесе екеуі де жаныңда қартайса, оларға уф деуші болма, ауыр сөз айтпа. Оларға сыпайы және жылы сөйле. Оларға жанашыр бол, қарапайым бол. Ол екеуіне мейірімділік құшағында жайда. Я Раббым, ол екеуі мені кішкентайымнан тәрбиелеп жетілдіргендей, сен де оларды рахымдылығыңа бөле, деп дұға ет. Хазіреті Хасан Басри былай деген: бір ғалым адамның әке-шешесі кәпір болса, құдықтан су әкеліп беру үшін оған мұқтаж болып, ол да бірнеше рет шелекпен су әкеліп жүріп, уф десе, барлық амалдарының сауабы жоқ болады. Сөйлескенде дауысын олардың дауысынан жоғары көтермеу, олардың жандарында көп сөйлемеу, әдептен аспау. Ата-анасы білетін нәрселерін айтса да, тағы сол әңгіме ме деместен ешқашан естімеген адамдай тыңдау керек. Дөрекі, жаргонды сөздермен сөйлемеу, тигізіп айтпау. Мысалға, екі баласы бар адамның бір ұлы екіншіден меңзеп: ұлыңыз сөйтті, егер мен солай етсем, қияметті қопарар едіңіз. Немесе, апа, немереңізді қатты еркелете бермеңіз, төбеңізге шығып барады. Тілімізді алмай кетті, деген секілді сөздермен ата-ананы ренжітуге болмайды. Ата-анасының көзінше баласына ұрсуға, ұруға болмайды. Мұндай нәрселер ата-ананы қатты ренжітеді. Әйелін олардан жоғары тұтпау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: әйелін анасынан жоғары тұтқан адамға лағнет болсын. Оның парыз болған және басқа да ғибадаттары қабыл болмайды. Аттарымен атап шақырмау, сөздерін бөлмеу және сөздерінің арасында кірікпеу, білгішсінбеу. Ата-анасына қате айтса да, олай емес деп қарсылық көрсетпеу керек. Ата-ананың арасын ашатын сөздерден, іс-әрекеттерден ұзақ тұру. Ата-ана мен ұлының немесе қызының арасын ашатын істерден ұзақ тұру. Әсіресе келіндер ата-ана мен баласының арасын суытатын сөздерден алыс тұру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам анасы мен ұлының арасын ашатын адамға лағнет болсын деп бұйырған. Сөйлегенде істе, істеме деген сияқты бұйрық раймен сөйлемеу. Істеп бере аласыз ба деген сияқты өтініп сөйлеу. Игі, ізгі дұғаларын алу. Әке-шешенің дұғасын үлкен ғанибет, олжа деп білу керек. Хадис шарифтерде былай делінеді: 3 адамның дұғасы қабыл болады: әке-шешенің, зұлымдыққа ұшыраған адамның және қонақтың дұғасы. Бет дұғаларына, яғни қарғыстарына қалмау керек. Хадис шарифтерде былай делінеді: әке-шешенің баласына және зұлымдық көрген адамның залымға жасаған бет дұғасы, қарғысы қайтарылмайды. Өздеріне, бала-шағаларына және мал-мүліктеріне бет дұға етпеңдер. Дұғалардың қабыл болатын уақыты тура келіп, бет дұғаларың қабыл болады. Әке-шешең шақырған кезде не жұмыс істеп отырған болсаң да, дереу оны тастап, әке-шешеңнің әміріне жүгір. Әке-шешең саған ашуланып айғайласа да, оларға еш нәрсе деме. Әке-шешеңнің дұғасын алғың келсе, саған әмір еткен істерді тез және әдемі түрде орындауға тырыс. Бұл ісіңді ұнатпай саған ренжіп қалуының және бет дұға етулерінен қатты қорқ. Саған ренжіген болса, оларға қатты сөйлеме. Дереу жылы сөйлеп, көңілдерін жайландыр. Әке-шешенің көңілдеріне мұқият бол. Өйткені сенің бақытың мен пәлекетің олардың көңілдерінен туатын сөзге байланысты. Әке-шешең ауру болса, кәрі болса, оларға көмек бер. Бақытыңның кілті олардан алатын ізгі дұғаларда екенін біл. Егер оларды ренжітіп, бет дұғаларын алсаң, дүниеңде, ақиретіңде опат болады. Айтылған оқ кері қайтпайды. Олар тірі кезде қадірін біл. Жүрекпен, көңілмен жасалатын онақысы. Оларға жанашыр, мейірімді болу. Хадис шарифтерінде былай делінген: мейірімділік етпеген адамға мейірімділік етілмейді. Жаны ашылмаған адамға жан ашылмайды. Оларды жақсы көру, әрі жақсы көретіндеріңді білдіріп тұру, қуаныштарына ортақ болу. Бір нәрсеге қуанса, қандай жақсы болған, құтты болсын деген сияқты сөздермен қуанышын білдіру. Қайғы мұңдарына, дерттеріне ортақ болу. Бір нәрсеге қамыққан, ренжіген көрген болса, ренжімеңіз, уайымдамаңыз деген сияқты сөздермен көңілін алу. Өзіңнің де бұл жағдайға ренжігеніңді білдіру керек.
Көп сөйлегендері үшін оларға ренжімеу. Сөгістеріне, ұрсуларына, жазғылауларына ашуланбау, олардан разы болу, олардың разылығын алуға тырысу. Хадис шәрифте былай делінген: Алла тағаланың разылығы ата-ананың разылығында. Оларды ренжітуден қатты қорқу. Исра сүресінің 23 аятында ата-анамен жақсы мәміледе болу, оларға жылы және жұмсақ сөйлеу керектігі әмір етілген. Ғафылдыққа салынып ата-анаңды ренжітсең, дереу разылығын ал. Раббың өзіне ғана ғибадат етулеріңді, әке-шешеге жақсылық қылуларыңды әмір етті. Ал егер ол екеуінің бірі немесе екеуі де жандарында кәрілікке жетсе, тух деме, кейіс білдірме. Сондай-ақ ол екеуін зекіме де, ол екеуіне сыпайы сөз сөйле. Назданбау керек, қайта олардың назын көтеру керек. Өйткені кішкентай кезімізден біздің еркеліктерімізді, назымызды көтеріп келді. Ендігі олардың еркелейтін кезі келді. Олардан жәбір көрсе де, қиындық көрсе де, осылар өлсе екен, бұлардан ертерек құтылсақ екен деп ойламау керек. Ұзақ өмір сүрулерін тілеу керек. Олар біздің көптеген қиындықтар, машақаттар шексе де, біздің өмір сүруімізді қалады. Өздері аш қалған күнде де бізді тойғызды. Мал-мүлік пен ақшамен өтелетін онақысы. Киіміңді өзіңнен бұрын оларға алып беру. Тамағыңның ең жақсысын оларға бер. Алыста тұратын болса, хал-жағдайын сұрап барып тұру. Ата-ананың және махрем туыстарының үйіне барып тұру уәжіп. Ең болмаса хат жазып, сәлем жолдап тұру керек. Қонаққа барудың реті мынандай: ана, әке, бала, ата, әже, бауыр, әкенің аға, іні, әпке қарындастары, ананың аға, іні, әпке қарындастары. Тамақты бірге отырып жеу. Не қалайтындарын сұрап біліп, оларды қамтамасыз ету. Үйлерін тазалау, сырлау, жөндеу. Ақша беріп тұру. Ақша қажет болып, бірақ сұрауға қысылып жүрген болулары мүмкін. Мал-мүлікті, ақшаны олардың еркіне беру. Қашан керек болса да, не істеймін десеңіз де, мал-мүлкім, ақшам сіздер үшін пида болсын деу. Ашуланған кездері болса, осындай жолдармен оларды жұбату, көңілін аулау керек. Ата-анаға жұмсалған ақшаның сұрауы болмайды. Мұқтаж болған ата-анаға көмектесу парыз болып табылады. Құран кәрімнің Бақара сүресінің 215 аятында былай делінеді: Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, олар сенен Алла жолында не беретіндіктерінен сұрайды. Нендей хайыр сарап қалсаңдар, әке-шеше, жақындар, жетімдер, міскіндер және жолда қалғандар үшін қайырдан не істесеңдер, күдіксіз Алла оны біледі, деді. Кімге напақа беретін сұраған адамға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, алдымен өзіңе, әке-шешеңе, кейін әйелің мен бала-шағаңа, қызметшіңе, одан кейінгілін өзің біле жатарсың, деді. Әкесі сырқаттанып, қарайтын ешкім болмаса, қызы күйеуінің рұқсатынсыз барып қызмет етуіне болады. Зимми, мұсылман емес әке үшін де үкім осылай. Әке-шешенің біреуіне жақсылық жасағанда, екіншісі ренжитін болса, әкеге құрмет етіп, бағыну керек. Анаға қызмет етіп, жақсылық жасап, көмектесу керек. Анда-санда тәтті тағамдар әзірлеп шақырып тұру керек. Көңілдері қалап тұрса да, айта алмауы мүмкін. Достарын дос деп біліп шақыру, олардың да көңілдерін аулау. Дұшпандарынан да ұзақ тұруға тырысу керек. Ауырған кездерінде емдеу жолдарын қарастырып, дәрі-дәрмек алып беру. Күтуші, қызметші жалдаудың орнына тікелей өзі қызмет етуге тырысу керек.